Кумет Агайн. В данном случае мы находимся на территории ДВД, и к нам вышел зам, как его зовут, забыл уже. Руслан. Руслан, да. Суть его слов я хочу сейчас процитировать. То, что в городе Алма-Ате возбуждено на ряда лиц уголовное дело по статье 405 за поддержку идеологии ДВК. И вот что хотелось бы подчеркнуть в данном случае, мы с него несколько раз требовали именно подчеркнуть это слово за идею ДВК, да? И вот я теперь хотел бы процитировать 5-ю статью Конституции, в котором черно по белому написано следующее. В Республике Казахстан признаются идеологическое и политическое многообразие. Не допускается, ну ладно, это дальше уже неинтересно. Вот самое главное, это в Республике Казахстан признается идеологическое, я подчеркиваю это слово, идеологическое и политическое многообразие. То, что ДВК признана экстремистской организацией, но идеологию запретить в данном случае они не могут. Это идеология. В данном случае нарушается 5-я статья Конституции, и к нам применяет 405-ю статью, абсолютно нарушая все законы Республики Казахстан. Вот еще раз, то, что касается нарушения наших прав, и это причем происходит уже повсеместно, в городе Чимкенте также сейчас преследуются гражданские активисты, которые распространяли буклеты. Я вот сейчас вот даже хочу показать этот буклет, который мы сейчас пытаемся распространять в городе Алма-Ате и в других городах Республики Казахстан. Вот он. На, подержи, пожалуйста. Вот я хочу внимательно всем показать. Вот это буклет, который мы сейчас пытаемся распространять. И вот в городе Чимкент сейчас вот преследуют гражданских активистов. Конкретно за что? Это статьи Конституции Республики Казахстан. Наше желание, наше право. Мы хотим, чтобы каждый человек, каждый гражданин в Республике Казахстан знал свои права. И по этой причине мы начали распространять сейчас вот эти буклеты, где прописаны статьи Конституции. Они не искажены. Прямом, как говорится, вот как написано в книге «Наши законы», так же и здесь. Первая статья Конституции. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым, социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы. В данном случае первую статью Конституции наше государство опять-таки нарушает. Не дает права распространять эти буклеты, задерживают людей, преследуют, и уже 3-й день их дергают так же самое в РОВД, в ДВД, и их преследуют сейчас натуральным способом. И вот теперь 20-я статья Конституции, где опять-таки прописаны наши права. Свобода слова и творчества гарантируется, цензура запрещается. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым незапрещенным законом способом. Это все вот здесь вот прописано. За что конкретно сейчас вот преследуют тех людей, которые распространяют эти буклеты гражданам Республики Казахстан? Мы бы хотели написать сейчас вот коллективное заявление на тех оперативников, которые сейчас возбуждают или пытаются возбуждать уголовные дела на гражданских активистов, которые пытаются в большей степени занимаются это тем, чтобы просвещением, да, так скажем, именно чтобы граждане Республики Казахстан знали свои права, Конституции Республики Казахстан. За это нас сейчас преследуют. Нас сейчас вот возбуждает уголовное дело по 405 статье за то, что мы вышли в прямой эфир с Мухтаром Аблязовым в день, когда освободился Мухтар Жакишев. Это опять-таки входит в рамки 20 статьи Конституции. Права, каждый из нас имеет право на свободу слова. Опять-таки 20 статья Конституции нарушается. Вот сейчас вот Жасарал ага может тоже добавить. Нускаша. Қазақша. Енді қазір Қазақстанда болып жатқан жағдайлар, бұлардың барлығы да саяси қудалау халықтың. Және сол халық үшін күресіп жүрген халықтың мүддесін қорғаушы азаматтарды қудалау. Оларға ойдар шығарылған айыптар тағып, түрлі жазалар тағайындау. Мысалға, осы қазір біздерді экстремист қылып қойды. Менің жасым 71-де. Мен зейнеткермін. Өмір бойы адал қызмет еттім, халыққа қызмет еттім, мемлекетке қызмет еттім. Ал мен қазір экстремистпін.
Міне осындай ақылға сыймайтын мүлде сорақы уақиғалар болып жатыр Қазақстанда. Деп қазір емес, бұрыннан болып жатыр. 30 жыл бойы бізді басқарып отырған Назарбаев шын мәнінде Қазақстанды үлкен бір түрмеге айналдырып жіберді ғой. Жасыратын ештеңесі жоқ. Көшеге шықсаң, сені полиция болсын, не болмаса әлгі АХК шәріп келіп ұстап алып кетуі оп-оңай. Және сен өзіңді білмей қалу мүмкін. Не үшін екен? Олар өздері біледі. Саусақпен көрсетеді, мұнаны ұста дейді, болды ұстайды. Бұның барлығы өрескел заңсыздық. Адамдардың құқықтарын аяқ астына тапау. Сондықтан әрине бұлай болуға тиіс емес. Сол себептен де қазір халық бұрынғыдай емес, қазір көзі ашылды, оянып жатыр қазір халық. Ашынды халық қазір. Әсіресе мынау өзіміздің керемет азаматымыз, досымыз, жолдасымыз Дулат Ағаділді полициядан келген формасыз, қарапайым киім киген, беттерін тұмшалаған қарақшылар түн ортасында басып кіріп, оны қолына кісен салып алып кетті, ұрып соғып. Және содан кейін полицияға барып өлтіріп тастады. Бұл енді тіптен қалай түсінуге болады, сұмдық қойып. Сосын енді қазір міне қаншама азаматтарды өйстік қудалап жатыр. Есеп шоттарын бұғаттап, олардың өмір сүріп отырған нәпақасы ғой, ақшасы өзінің жеке, ешкімнен ұрлаған жоқ, өзінің маңдай терімен тапқан ақшалары. Соларды пайдалану құқығын айырып отыр. Әрқайсының бала-шағасы бар, отбасы бар, өздерінің тірліктері бар. Соның барлығы бұл заманда ақшасыз қалай атқарылады? Міне соның барлығын жасап отыр. Осының бәрін жасап отырған Назарбаевтың кері кеткен қарғыс атқар режимі, оңбаған режим бұл. Халыққа қарсы қарақшы режим, қылмыскер режим. Осының бәрін жасап отыр. Сондықтан бұл режим енді кету керек тарих аренасына. Қарасы құру керек, екіншілей қайтаран ешқайда шықпайтын бол. Сондықтан мінекей осы азаматтардың барлығы осыны қалайды, осыны тілейді. Біздің қалайтынымыз біздегі супер президенттік диктаторлық режим кетіп, оның орнына халыққа беті қараған, әділетті, заңды сыйлайтын, сол заң бойынша халыққа қызмет ететін парламенттік республика келген қалаймыз. Ал бұндай республиканы ұсынып отырған халыққа және сол үшін күресіп жатқан ол Мұхтар Әбіләзов басқаратын КДТ, Қазақстан демократ таңдау қозғалысы. Соны халық қолдайды. Міне соны жаңағыдай осындай халыққа керек алдына қойған мақсаттар үшін қолдап жатқан халықты қазір мінекей осы құқық сақтаушы органдар, құқық қорғаушы дейді бұларды, правоохранительный орган. Солар қолдап жатыр. Неге оны қолдайсың? Оны өйткені сот бойынша экстремистік деп тағайындаған дейді. Кешіріңіздер, оның экстремист екенін ешқандай сот дәлелдеген жоқ. Ешқандай факт жоқ. Ол қарапайым оппозициялық қозғалыс. Оны халықтың бәрі көріп отыр. Сол себептен де жалпы бұл елде заң барды, заңды орындау жоқ. Ең алдымен ол заңдардың барлығын бұзатын, аяққа таптайтын биліктің өзі. Осы Назарбаев басқарып отырған, қазіргі қуыршақ президент Тоқаев басқарып отырған, сосын осындай халыққа қарсы барлығын дайындап қойған түрлі органдар, мемлекеттік органдар басқарып отырған біздің Қазақстан сорлатып отыр. Біздің халқымыз жалпы өзі бұрыннан сауатты халық. Бұл халық текті халық. Сонау түрік бабаларымыздың қаны бар бойында. Сондықтан бұлар ойламасын, бұл халық бәріне төзе береді екен деп. Төзімнің де шегі бар. Сол шегінен қазір шығып келе жатыр. Сондықтан ертең тағы бір жағдай болып қалатын болса, қан төгетінде тағы осы билік. Көрдік қой, Жаңаөзенде халықты соңынан аң сияқты қуалап жүріп атып, қырғын жасаған. Әйтпесе шаңырақты ортасынан сүрген. Шаңырақтың қасіреті ұмытылмайды. Жаңаөзен қасіреті ұмытылмайды, кешірілмейді. Оның барлығы да қанында, барлығы да осы Назарбаев билігінің мойнында. Олар ойламасын, бұл осылай қалады екен деп. Қан жібермейді. Сондықтан халық енді төзбейді, көнбейді бұл мәселеге, бұндай жағдайға. Бұның барлығы да әр уақытта да біздің ойымызда, біз қалай болғанда да Қазақстанды өзіміздің қалауымыз бойынша
өркениетті елдер қатарына шығару үшін күресеміз. Рахмет аға. Вот что еще